біз студиямызға Иса Байзақов атындағы облыстық филармонияның артистерін шақырдық, Самиян тобының мүшелері Мерей Құсайынов пен Диас Шахметов. Біз енді осы кісілерден жылдың қалай аяқталып жатқанын және келер жылға қандай жоспарлар бар екенін сұрауға шақырған едік. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Ассалаумағалейкум. Көңіл-күйлеріңіз қалай жалпы? Жақсы. Мерекелік кішкене дайындық бар сияқты, Иә. Айтып жатырмыз, әдетіп жатырмыз, жаңа жылға дайындалып жатырмыз жалпы. Осы жылдың аяғына қарай енді 17-ші және 21-ші күндері біз желтоқсан. Біз Самиян тобымен Қытайға барып келгенбіз. Ол жақта әндетіп қазақтың культурасын көрсетіп келдік. Қазақи концерт көрсетіп келдік. Жалпы. Жалпы енді тек қана Самиян бар ма әлі? Жалпы Иса Байзақов атындағы филармонияның артисі. Ретро деген группа бар, қыздар, тек қыздар ғана группа болды. Сосын Нұрби ансамблі болды. Сіз жеке орындаушылар Серік Рысбек, Наталья Процкая, Салтанат Темірханова барды осы. Жалпы енді бұл жерде сіздерде шақырту болды ма кәдімгідей, әлде енді өздеріңіздің? Иә, біз жалпы шақырды. Қазақстанда Қытайдың посольствосы. Елшілігі. Иә, және де Қазақстанның Қытайдағы посольствосы арқылы біз сол жаққа концертпен бардық. Иә, қарым-қатынас болған ғой, сол бір-бірімен заңдасып, бізде сол жер. Иә, қалай екен Қытай? Ауа райы қалай? Жалпы жылы Қытай жақта. Біз Павлодардан қарағанда. Қазақтарды қалай қарсы алып жатыр? Жақсы. Жақсы, жалпы. Өте жақсы. Қызық болды. Концерт қалай өтті? Концерт жайлы. Концерт тамаша өтті. Ойдағыдай, барлығына ұнады. Енді ол жақта қазақ халқы да басым тұрады ғой, концерттеріңізде сол кісілер келді ме? Көрермендердің көпшілігі жалпы қазақтар келген емес, қытайлықтар да келді, бірақ қазақтар да болды. Ол жақта қазақша сөйлейді екен қазақтарымыз біздің. Және де жылы қарсы алды, өйткені концерт өткізген кезде зал толық болды. Күшті болды. Жақсы, енді бұл жерде ешқандай фестиваль емес, тек қана бұл енді барып концерт беру, иә? Жақсы. Жыл осымен қорытындыланып жатыр ма әлде тағы да? Осымен жыл қорытындылаймыз, наверное. Өйткені ендігі жылға дайындалып жатырмыз. Концерттер бар, жеке концерттеріміз бар, және хормен концерттер бар облыстық филармонияның. Жалпы енді 2019 жылды бәріміз қорытындылап жатырмыз, ал сіздерде енді жыл бойы қандай дүниелі өтті? Мысалы енді бұрынғы жылдармен салыстырғанда биыл біз міне концерт бердіңіздер ме, не істедіңіздер? Алға жыл бар шығар. 2019 жылға өздеріңіз енді кішкене Самиян тобының мүшелері ретінде. 2019 жылы көптеген концерттер болды, жеке Самиянның концерті болды, және де біз хорда да жұмыс істейміз, Иса Байзақов атындағы камералық хорда. Жуырда міне нешесі болды хордың концерті? 6-шы желтоқсан күні концерт қойдық, жеке концерт қойдық. Ол жақта да кереметтей халық қарсы алды, Павлодардың халқы. Жыл сайын концерттер көбейіп жатыр, жоспарлар көбейіп жатыр, айтқанда. Жақсы. Ал енді өздеріңіз бұл енді Самиян тобынан бөлекте хорда айтамыз дедіңіздер, сонымен қатар енді өздеріңіздің жеке топ бар ма? Топ мысалы, әлде жастарды дайындау? Осы топ қой бізде. Тек қана осы топпен ғана жұмыс жасайсыздар. Иә. Жақсы. Жалпы енді мына жылды қорытындылап жатырмыз енді өзіңіздер жаңа айтып өттіңіздер, биылғы жыл жақсы болды, концерттерімізге толы болды дедіңіздер. Келер жылға ше? Әрине, келер жылы концерттер болады, жеке Самиян концерті болады, және де хормен концерт береміз. Ендігі жылы, 2020 жылы көрерміз енді қалай болады. Басқа шетел жаққа? Шетел жаққа мүмкін барып қалармыз, Турцияға барып қалармыз. Ол жақта конкурс, Самиянмен конкурс құрайын өтіміз. Көрерміз енді қалай болар. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта Иса Байзақов атындағы филармонияның әртістері келіп отыр. Сұхбатымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жалпы жаңа Қытайда концерт туралы айтып өттік қой, ондағы жалпы концерт туралы тағы тоқталып өтсеңіздер кеңінен. Ерекшелігі қандай болды, не көрсеттіңіздер онда? Енді ерекшелігі дегенде, біріншіден Қытайға келген соң бізді жалпы экскурсиямен қарсы алды. Әртүрлі заводтарды көрсетті, оларда толы екен заводтарға.
және де мата шығаратын заводтар бар екен. Мақтадан және де суды, мысалы су ішеміз ғой біз, суды неше түрлі нәрседен жасайды екен. Көмірден жасайды екен, алмұрттан жасайды екен, су шығарады содан, әртүрлі нәрседен. Енді жалпы қызық болды сапарымыз. Концерт бердік, концертте біздің қазақи әндерді орындадық. Мысалға келсек, Құсни Қорлан әні, біздің жеріміздің әні ғой енді, Құсни Қорлан деген. Және де Нұрғиса Тілендиевтің Құстар әні. Құстар әні, сондай әндерді орындадық. Дудырайды қалай жақсы біледі, иә? Жалпы енді концерттен басқа жерде біз біраз әндеттік, бірге Қытайдың халқымен әндетіп, ол кезде Дударайды айтқан кезде олар бізбен бірге айтқан екен. Олар Дудар әнін жақсы біледі олар. Және де көптеген енді, мысалы, ресейлік ән бар ғой, Катюша деген, соны жақсы біледі екен, жатқа біледі олар. Олар өз тілінде аударып өздері сол Катюшаны орындайды екен. Және Дударайды өз Не тілінде шықса да Қытайда айтады екен. бекер айтпайды ғой. Қызық болды енді, біраз алдында 3-4 жыл бұрын шоста қатысқанмын өзім. Сол кезде Қытай әнін айтқан мен өзім. Біраз кішкене айтқам. И соны естіп олар айт деп біраз Қытай әнін айтқан біз. Жалпы жақсы қарсы алдық. Иә, сен сол Қытайдың әртістерімен бірге олар гитара, сосын неше түрлі инструментпен ойнап, жаспен бірге айтты осы қытайша. Қызық болды. Иә, енді жалпы қазақ халқының әндеріне енді қызығушылық танытуда бар. көріп қалдыңыздар, байқап қалдыңыздар. Жақсы қарсы алды деп жатсыздар. Иә, жақсы жалпы. Жалпы бір-ақ концерт болды ма, әлде бірнеше күндік концерт? Бір-ақ концерт қойдық. Бірақ олар енді айтады, тағы да концерт қойыңдар деп шақырып жатыр. Тағы да шақырып жатыр да. Енді көрерміз енді. Тағы да келіңдер деп шақырып жатыр. Барып қаласыздар, тағы да. Жіберсе барып қаламыз, иә. Жақсы. Енді қонақ кәде ретінде мүмкін? Жаңа қытайша өлең айттым деп жатырсыз, мүмкін бір-екі қайырмасын айтып берсеңіз. Енді бір қайырмасын айтып көрейік енді. Көрейік? Иә, көрейік. Осы әнді Қытайдың актері Джеки Чан деп білеміз ғой енді. Иә. Сол кісі шығарғанда осы әнді. Соны айтқан ғой, бәрі біледі екен. Цекайво душаңми дудундай Чиншин твойно фусан чуидо Цунки тяйрон руажу вайжо ленконшин чаңдо деген. Керемет. Жалпы енді әуені таныс сияқты, осыған дейін естіген сияқты. Мен Джеки Чан десеңіз, онда тіпті бір жерден естіген шығармыз. Иә, кинофильмдарында ойналған осы. Енді жақсы қарсы алып жатырсыздар. Енді алдағы уақытта шығармашылық байланыс жалпы бар ма ол жақпен? Қазақша, қытайша ән айту немесе тағысын бір жоспарлар ондай жоқ па әзірге? Ондай жоспарлар бар, әрине, өйткені олар қарсы алған кезде айтқан бізге тағы да қазақи концерт алып келіңдер деген. Күтудеміз деді. Және де халық, менің ойымша, халық толы болды ғой концерт залда. Мүмкін көбі көре алмаған шығар. Өйткені ол жерде 7000 адам тұрады екен Шыхинцы қаласында. 7000 адам деген енді 700 бөлесе. 700 мың адам екен. Соның бәрі енді сыймайды ғой концерттік залға. Көре алмады, бірақ концерт қана бердік өйткені. Енді ойлаймыз, тағы да барармыз деп. Жақсы, енді жоспарлар бар, иә? Жоспарлар бар. Ал келер жылдың жоспарлары ше? Өзімізге, мысалы, елімізде? Елімізде әрине концерт көрсетеміз. Самионмен енді ойлап жүрміз, қандай концерт береміз. Өйткені тематикаға, бір тематиканы алып, соған концерт қой керекпіз. Мысалы, хормен концерт бердік. Онда ағылшын әндері және де хордың жаңа стилі, хор бір ғана қалпында тұрып тұрмайды. Біз ән айтып, билеп, жүріп, сахнада жүріп, қозғалып деген соны көрсеттік та. Өйткені хор дегенде адам ойлайды, хор бүйтіп тұрып алады да, қатып ән айтады. Бірақ жоқ, біз хормен билейміз, ән айтамыз. Біз неге онда биледік? Өйткені онда әлемдік хит әндерді біз алдық. Адель деген сияқты, сосын
тағы Сия деген сияқты әншілердің әлемдік Әндерін алдық. хиттерін алдық, иә. Өйткені көрермендер қызық болсын деп, кішкене былай қызықтырып бір тематиканы алдық, иә. сондай. Алда мысалы андай біраз кішкене қазақи концерт көрсетеміз, қазақша народный концерт көрсетеміз хормен, және де ойлап жүрміз енді рок стилінде бір концерт көрсетейік. Жоспарда бар, иә? Жоспарда алда. Ал әндердің жазылуы қалай? Жалпы енді сіздерде жаңа әндер болмайды, иә? Мен білуімше, сіздер енді қалайды? Сіздерде басым бөлігі енді кавер нұсқада айтылады, көбінесе. Бізге мысалы біз бір әнді аламыз, оның бізде не дейді, переложение дейді, дауыстарға бөледі. Біз өйткені бір дауыстаған айтпаймыз ғой, 3-4 дауысты айтамыз. Мысалы, оны бізге біздің жетекшіміз Мадина Нұргажинова деген кісі сол жазып береді бізге. Біз соны орындаймыз. Мысалы, Самиян тобының 50-70% мысалы сол кісінің переложениесі. Соның еңбегі, сол кісінің еңбегі бар. Әндеріңіздің көпшілігі қай тілде? Қазақша. Қазақша. Итальянша айтамыз, ағылшынша айтамыз. Бірақ орысша бір жерде тұрмаймыз. Бірақ қазақшаға көңіл бөлеміз. Басым бөлігі, иә? Басым. Жақсы, бағдарламамызға келіп енді бірқатар жаңа атқарылған жұмыстарыңызбен бөлісіп жатсыздар, жоспарларыңызбен бөлісіп жатсыздар. Келер жылы енді тек қана шығармашылық табыс әкелсін, биіктерден көріне беріңіздер. Осылай енді тек қана Қытаймен емес, басқа мемлекеттермен де байланысымызды нығайта түсіңіздер, шығармашылық байланыс бола түсін. Сіздерге көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз.